Қайырлы кеш баршаңызға. Достар, сіздерге уәде еткенімдей, мен бүгін бризольдің рецептісімен бөлісемін. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, маған қолдау ретінде лайк басып, видеоның соңына дейін көрсеңіздер болады. Ең алдымен бізге осындай сиырдың тартылған еті қажет болады. Еттеріңіз майлы болғаны дұрыс. Үстіне осындай өте сақтап туралған пиязымызды саламыз, дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, осылай жақсылап араластырамыз. Енді бөлек ыдысқа 2 жұмыртқамызды салып, кішкене тұз себеміз, жақсылап араластырамыз. Сарысы мен ағы бір-біріне осылай араласқанша. Енді үлкендеу тәрелкемізді аламыз, үстіне жұмыртқамызды құйып, дайындап қоямыз. Енді осындай пищевая пленка төсеп, астына үстіне осындай фаршымызды қоямыз, дөңгелектеп. Үстіне тағы да пищевая пленкамен жабыстырып, енді үстінен жай ғана оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Құймақ сияқты, блины сияқты осылай жайып шығамыз. Фаршымызды өте жұқа етіп жаямыз. Енді бетіндегі пленкасын ақырын ғана алып тастайсыздар. Ол ешқандай да фаршқа жабыспайды. Енді беткі жағын жұмыртқаға осылай аунатып, астындағы пленкасын алып тастаңыздар. Сіздердің фарштарыңыз ол жұмыртқаға жақсылап батып тұруы керек. Табамызға кішкене ғана май құйып, осылай қыздырамыз. Тәрелкеміздегі фаршымызды осылай табамызға құйып, екі жағын шамамен 5 минуттай баяу отта пісіріп аламыз. Табамыздың бетін жауып қоямыз. Енді бір жағы піскен бризолімізді екінші жағына аударамыз. Екінші фаршты да дәл солай жасаймыз. Пищевая пленканың ортасына салып, оқтаудың көмегімен осылай өте жұқа етіп жайып шығамыз. Сіздердің пленкаларыңызға жабыспайды. Сіздерге айтқан болатынмын, негізінде фарштың өте майлы түрін таңдағандарыңыз дұрыс. Сол кезде сіздердің бризольдарыңыз өте дәмді болып шығады. Мен екіншісіне тек бір ғана жұмыртқа қолдандым. Негізінде, достар, 2 жұмыртқа қосқандарыңыз дұрыс болады. Себебі сіздердің фарштарыңыз ол жұмыртқаға батып тұруы керек. Бризоліміз пісіп шықты. Енді бөлек таза тәрелкеге осылай саламыз. Екіншісінде дәл солай етіп пісіріп аламыз. Міне қарап отырсаңыздар, бір жұмыртқа кішкене жетпейді. Сол себептен мен жан-жағына, фарштың жан-жағына жағу үшін осылай жұмыртқамды жағып шықтым, жабысып қалмас үшін. Екіншісінде дәл солай етіп пісіріп аламыз. Үстінен кішкене ғана басып, бетін жауып қоямыз, баяу отта пісіреміз. Енді бризольдің ортасына соус жағу үшін бізге керегі осындай қаймақ, 2 тіше сарымсақ, негізінде біреу қоссаңыздар жеткілікті болады. Аскөкті өте майда етіп турайсыздар, және дәміне қарай кішкене қара бұрыш сеуіп, жақсылап араластырамыз. Біздің соусымыз дайын болды. Енді осыны бризольдің дәл ортасына барлық жеріне жағып шығамыз. Енді осыны жақсылап орап, бөлек таза тәрелкеге саламыз. Үстіне қалауларыңызша майонез бен кетчупты жағасыздар осылай.
Маған аскөк өте қатты ұнайды, сондықтан мен көбірек қосамын. Егер сіздер аскөкті ұнатпасаңыздар, қоспай-ақ қойсаңыздар болады. Және де жанына гарнирге мен осындай картоп пюресін жасадым. Картоп пюресін мен келесі видеода рецептімен бөлісемін. Өте дәмді болып шығады. Екінші бризольға да солай ортасына жағып, тағы да солай орайсыздар. Кейбір кісілер болады, бризольдің ортасына ірімшік қосады, қызанақ, қияр қосады, бірақ маған осы түрі қатты ұнады. Біздің үйдегілерге де ұнады. Үстіне қалауларыңызша майонез, кетчуп жағасыздар. Біздің кешкі асымыз дайын болды, достар. Жасап көргеннен кейін комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаймыз. Сіздермен болған Ақбота Садыкова. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеомда мен керемет дәмді картоп пюресін жасауды көрсетемін, рецептісімен бөлісемін. Күтіңіздер.